Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен осындай өте керемет, өте дәмді Рафаэлло тортын дайындаймыз. Қажетті заттарды описанияға қалдырып кетемін. Ең алдымен жұмыртқамызға құмшекерімізді салып, әппақ пышный болғанынша миксерменен араластырамыз. Осылай көтерілгеннен соң үстінен айранымызды құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Оның үстінен ерітілген сары майымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнымызға разрыхлителімізді салып, барлығын араластырып аламыз. Және ситадан өткізіп, қолымызбенен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Осындай қамыр пайда болуы қажет. Енді бетін салафанмен жауып, холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Немесе морозильникке жарты сағатқа салсаңыздар болады. Біз енді кремін дайындаймыз. Құмшекерімізге ұнымызды және ванилинімізді салып, барлығын араластырып аламыз. Оның үстінен жұмыртқаларымызды салып, барлығын бір келкі масса болғанынша венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бізде осылай масса пайда болғаннан соң үстінен сүтімізді құйып, барлығын тағы да бір келкі масса болғанынша араластырып аламыз. Ендігі кезекте біз кремімізді газымызға қойып, орташа отта венчикпенен тоқтатпастан араластырып тұрамыз, қоюланғанынша. Бізде осылай қоюланды, енді толық суын күтеміз. Жарты сағат уақыт кетеді. Біздің қамырымызды морозильниктен алдық, барлығын 5 бөлікке бірдей етіп бөліп аламыз. Қағазына қамырымызды қойып, оқтаудың көмегімен ұн сеуіп, жайып, үстінен кольцомен өзіңіздің керек формаңызды кесіп аламыз. Менде 20 сантиметр. Осылай домалақ етіп кесіп аламыз. Қызып тұрған пешімізде 200 градуста 3-4 минуттай пісіріп аламыз. Келесі қамырларымызды да осылай жасап аламыз. Өте жұқа қылудың қажеті жоқ, қалыңдау етіп жайсаңыздар болады. Бізде осылай қамырымыз пісіп шықты. Осындай көлемде болып шығады, өте жұмсақ. Енді біз кремімізге қайта оралайық. Бізде толық суып шықты креміміз. Оның үстінен ерітілген сары майымызды құйып, барлығын миксермен толық араластырып аламыз. Кремімізге енді кокосовый стружкамызды салып, миксермен араластырамыз. Біздің креміміз дайын. Біздің корждарымыз пісіп шықты. Осындай өте жұмсақ болып шығады. Келесі біз тортымызды жинауға кірісеміз. Ортасына кольцомызды қойып, жылжып кетпеу үшін кремнің кішкене ғана бөлігін жағып, үстінен корждарымызды орналастырып, 3 немесе 4 қасықтан кремдерімізді салып, корждарымызды жинап шығамыз. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осылай барлық корждарымызды жинап шығамыз. Барлығын жинап болғаннан соң холодильникке
1 сағатқа салып қоямыз. Бізде 1 сағат өтті. Кольцомызды шешіп, қалған кремдерімізді жан-жағына және үстіне жағып, барлығын тегістеп, бір келкі болғанша жағып шығамыз. Осылай бір келкі етіп жағып шығамыз. Енді біз келесі кезекте кокосовый стружкамызды бетіне сеуіп шығамыз және жан-жағына қолымызбенен осылай орналастырамыз. Бізде осындай өте әдемі, керемет Рафаэлло тортымыз дайын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Және холодильникке 6 сағатқа салып қоямыз. Бізде 6 сағат өтті. Сіздерге мен қазір кесіп көрсетемін. Осындай өте биік, өте дәмді, көздің жауын алатын тортымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің видеома лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.